Балқаш көлі Қазақстанның оңтүстік-шығысында орналасқан тұйық көл. Аумағы Алматы, Қарағанды, Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстарын қамтиды. Бетпақдала жермен шектеседі. Орта ғасыр карталарында Балқаш Орта Азияның жетісу аумағына енген. Каспий және Арал теңіздерінен кейін аумағы бойынша 3-ші орында. Көлдің батыс бөлігіндегі суы тұщы, ал шығыс бөлігіндегі суы ащы болып келеді. Тіпті оның әртүрлі болуы ғарыштан да байқалады деген. Балқаш көлі Қазақстанның оңтүстік-шығысында орналасқан тұйық көл. Көлде ихтиофаунаға жататын сазан, амур балығы, алабұға, қая, шабақ, шұбаржон, ақ балық, табан, ақ маржан, жайын, тағы сол сияқты балықтар кездеседі. Арал теңізінде жойылып кеткен шабақ пен арал қаязы тек осы көлде кездеседі. Ал ақ балық пен алабұға халықаралық қызыл кітапқа енген. Жыл сайын Балқаш көлінде 8-10 мың тонна балық ауланады. Балқаш көлінің оңтүстік жағалауында қамыс тоғайларда құстың 1000-нан астам мекен етеді. 20-нан астам құстың түрі Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енген.